Сәлем достар, Ассалема арнасына қош келдіңіздер. Өте дәмді тауық етінен рулет әзірлейміз. Ең алдымен тауық етінен фарш тартып аламыз, тұз себеміз және қара бұршымызды сеуіп, бөлме температурасында айранымызды қосамыз. Ұсақтап туралған көк пияз бен укропты саламыз. Жақсылап араластырып, фарш дайындап аламыз. Екі қабат лаваш аламыз. Осындай 4 бұрышты қылып кесіп алдым. Негізі 2 үлкен лаваш. 2 шетін кесіп алып тастадым. Астыңғы бөлігіне үккіштен өткізілген сырды осылай сеуіп шығамыз. Үстін екінші қабат лавашпен жабамыз. Және дайын фаршымызды тегістеп салып шығамыз. Рулетімізді ораймыз. Достар, рецепт ұнаса, видео ұнаса лайк басып, және достарыңызбен бөлісіңіздер. Орап алдық. Жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Үстіне кунжут сеуіп, кунжутты осылай көбірек сепсеңіз өте дәмді, әрі рулетіміздің түрі әдемі болып шығады. Алдын ала қызған 200 градуста пешке 50 минутқа пісіріп алдық. Сондай өте дәмді болды. Рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып каналға тіркеліңіздер.